Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Бүгінгі мақсат көкейде жүрген мәселені шешпек. Яғни, барлықтарыңыз қазақ тілінде презентацияны оңай, жылдам, сауатты жасайтын платформаны, жасанды интеллектті іздестіріп жүрсіздер. Міне бүгін сол мәселенің шешімін ұсынбақпын. 1 минутта презентация жасап береді дей алмаймын. 1 минут пен 5 минут аралығында күтесіздер. Алайда, тың дүние сапалы жасалған презентацияны ұсына алады. Сонымен қараңыздар. Мынау менің шәкірт ойы сабағыма, каналыма тіркелгендер болса, онсыз да біледі. Мінекей, өзім жасаған презентация. Енді тура осы қымыжыға жасанды интеллекттің жасап берген презентациясын көрсетейін. Бұл сіздердің презентацияны жасай алмайды деген сөздеріңіз емес. Бұл не үшін керек? Уақытты үнемдеу үшін қажет. Мінекей, шәкірт ойы. Керемет, е? Қалай жасауға болады ендеше? Google-дың іздеу жолағына ноутбук деп жазасыздар. Ағылшыншаға ауыстырып алыңыздар. Ағылшыншаға ауыстырдым. Ноутбук LM. Мінекей. Ноутбук LM. Бірінші тұрған Google Ноутбук LM-ге кіреміз. Тегін. Әзірге тегін енді. Попробовать ноутбук LM-ді бастым. Тіркеліп аласыздар. Алдын ала мен уже тіркелгем. Осы жерде создать батырмасын басасыздар. Бастым. Енді загрузить файлы деп тұр ғой. Соған мен өзімнің жаңағы шәкірт ойым деген қымыжымды енгізіп көрейін. Қазір тексергім келіп тұр. Бірінші жасаған қымыжыдан екінші рет тура сол қымыжыны енгізгенде не істейді екен? Басқаша шығарып берем екен, әлде тура соны жасайм екен? Енгіздім. Енді мынау тінтуірдің қимылына қараңыздар, я? Мынау жерде мынандай бағыттауыш галочка дейді ғой орысша. Сол пайда болғанша істей алмайсыздар ештеңе. Біраз айналады. Егер де интернет жақсы болса, тез жүктеледі. Содан кейін мынау беттің оң жағына қараңыздар. Осы жерде презентация деген тұр. Немесе слайд деп тұрады. Әркімде әртүрлі. Мынандай бассам, мынандай міне белгісі суреттегі, шартты белгісі. Сосын осы жердегі қаламды басамыз міндетті түрде. Осы жерден русскийді таңдаймыз. Ағылшын тілінде керек болса, ағылшын тілі, қазақ тілі жоқ. Сондықтан русский таңдай береміз. Мына жерге жазамыз. Маған өзім берген ақпарат бойынша сапалы, сауатты қазақ тілінде презентация жасап берші. Барлық негізгі ақпараттар енсін. Енді генерировать. Күтеміз. Мына жерде тінтуірдің қозғалысына мән беріңіздер. 2 минут күтесіздер. 2 минутта жасалмаса, мынау обновить деген батырманы басасыздар. Дәл осы презентацияны жасауға 6 минут 40 секунд кетті. Басайық, не істегенін көрейік. Сәл өзгеше жасап беріпті. Көрейік. Жасағанда мен көрсеткен едім сіздерге. Мынау екіншісі. Қате жоқ, байқайсыздар ма? Және бұл біріншісінен де әдемі шығып тұр. Сондықтан кеңес беремін. Қолданып. Тек бір нәрсені ескергендеріңіз жөн. Бұл жерде PDF нұсқасында жасап береді. PDF-қа өзгеріс енгізе алмайсыздар. Және де бұны PowerPoint-қа онлайн конвертация арқылы жасайтын болсаңыздар, қате аударады. Сондықтан PDF нұсқасында пайдаланған абзал.